Сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақ English Plus 5-ші сыныптың 19-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын видеоға лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы an email, электронды хат. I can write an email about myself. Мен электронды хабарламада өзім туралы жаза аламын. Бірінші тапсырма. Read the model text and choose the correct photo of Matthew from A and B. Төменде берілген электронды хатты оқимыз, және де екі сурет берілгені A және B. Мәтін екі суреттің қайсына сәйкес келеді, сол суретті таңдаймыз. Мәтінді оқып алайық. Hi Dilnaz, my name is Matthew and I'm 11 years old. I'm from Newcastle in England. I like music and my favorite bands are Alabama Shakes and Django Django. I also like films and football. I'm a Newcastle United fan. They are a great team. Where are you from? Is your English good? Are you interested in music? Please write soon. Matthew Shaw. Сәлем Дилназ. Менің есімім Матью, және мен 11 жастамын. Мен Ньюкаслдан, Англиядан боламын. Мен музыканы жақсы көремін, және менің сүйікті командам Alabama Shakes және Django Django екен. Мен кино жақсы көремін, және де футболды жақсы көремін. Мен жаңа Ньюкаслдың фанатымын, жанкүйерімін. Ол өте керемет команда. Сен өзің қайдан боласың? Сенің ағылшын тілің жақсы ма? Музыкаға қызығасың ба? Маған жауап жаз. Матью Шо. Демек, бізде ол футбол ойнайтын ұнағаса, A суретін таңдаймыз. Екінші тапсырма. Complete the key phrases, then look at the model text and check your answer. Төменде берілген мәтінді аяқтаймыз, және де текстке қарап тексеріп аламыз. I like music. I also like films and football. I'm Newcastle United fan. Are you interested in music? Please write soon. Capital letters. Үлкен әріптер. Үшінші тапсырма. Find words in the text that starts with capital letters. Match the words to description 6. Мәтіннен үлкен әріппен берілген сөздерді тауып, төменде берілген 6 сөйлемге тиістіріп жазамыз. Төртінші тапсырмада rewrite the paragraph from Dilnaz, include capital letters. Дилназдың Матьюға жазған хатын үлкен әріптермен толықтырып, дұрыстап жазамыз. Бесінші тапсырмада өзіміз Матью секілді хат жазамыз. Өзің туралы ақпарат бересің, өзің туралы айтасың. Ол ақпаратта сенің есімің кім, жасың нешеде, қайдан боласың, немен қызығасың, қандай сүйікті заттарың бар, және де қандай сұрағың бар, сол туралы жазасың. Мәтінді, хатты сәлемдесуден, атыңды айтып, сұрақтар қойып аяқтауға болады. Үлкен әріптерді дұрыстап айтуды ұмытпа.